Açırım. Bugün 2 mамыр 2024 жыл. Мынау еңбек инспекциясының алдына келіп тұрмын. Мына жердегі өзіңіз таныстырасыз ба? Кім есіміңіз? Есіміңіз кім болады? Яс есім. Таныстырмайсыз ба? Сіз қызметте тұрған жоқсыз ба? Ертең мынау әлеуметтік желіге кетеді. Өзіңіз таныстырмағаныңыз үшін Өзіңізді таныстырыңыз. Таныстырыңыз өзіңізді. Мен сізге обращение жасап тұрмын. Таныстырыңыз өзіңізді. Инвалидский документіме кіргізейін. Мен сізге айтып тұрмын. Өзіңізді таныстырыңыз, ағатай. Бұл сіздің үйіңізге келіп тұрған жоқпын мен. Көке, өзіңіз таныстырыңыз. Өзіңізді таныстырыңыз, көке. Мен жаңадан келгенмін. Жаңадан келсеңіз де, ешкіден келсеңіз де, сіз мына жерде тұрсыз. Болмаса, бұл жерде қызмет жасауға өзіңіз таныстырмасаңыз, мен сізді признавать етпеймін қызметкер есебінде. Таныстырыңыз өзіңізді. Сіз кімсіз? Есімім Нақып Бақытжан, мен халықпын. Мен мына жерге мен үстімен арыз түскен, сол бойынша келіп тұрмын. Келсеңіз, қойыңыз. Есімім Нақып Бақытжан. Енді не үшін? Маған бұйрық көрсетіңіз деп тұрмын мен сізден. Бұйрықты көрсетіңіз, мен бұйрықпен танысайын. Ағасы, бұйрықпен танысайын. Мен сізге жаңа айттым, бір машинаға ештеңе бола қоймас деп. Мынаның бәрі автокөлік толатыр мына жердің бәрі. Мына. Жоқ. Мынаның бәрі толатып тұр. Сонда мына жерде мына соншама жерді алып алып, мына жерде. Сонда не, бұл халыққа арналмаған ба бұл? Көке, мен сізге айтып жатырмын. Бұйрықты көрсетесіз бе, көрсетпейсіз бе бұйрықты? Бұйрықты көрсетесіз бе, көрсетпейсіз бе? Кімнің бұйрығы екенін көрейін мен, кім қол қойғанын көрейін. Жәке, бері шығып кетіңіз. Кім бұйрыққа кім қол қойғанын көрейін. Артына байла, артын. Артына байла, артын. Көрейін мен, бұйрыққа кім қол қойды, қандай бұйрық ол, біз кіре алмайтындай мына жерде соншама. Мына халыққа қызмет көрсету орталығы мен мына еңбек инспекциясы мына жерде. Мемлекеттік мекеме. Неге біз кіре алмаймыз сонда? Кім о бұйрық беріп? Больницаға кіргізбейді, кіре алмаймыз. Мына жерге кіре алмаймыз. Қай жерге кіруіміз керек сонда? Біз ана жерде жүруіміз керек па? Маңырап малдар сияқты? Неге халықтың жағдайы жасалмайды сонда бұл? Ассалаумағалейкум көке. Есімім Нақып Бақытжан болады. Аудио видео түсіріліп жатыр қазір. Ескерте кетейін. Мен мына кісілерге айтып жатырмын. Бір машинаға ешнәрсе қыла қоймас деп жатырмын. Бұл кісілерге айтып жатырмын. Бұйрық бар ма? Қандай бұйрық? Кім қол қойылған бұйрыққа деп мен бұйрық сұрап жатырмын. Өзіңізді таныстырсаңыз кім болады? Мен Сарыбаев Жолдасбек. Иә. Кім боласыз? Осы жерде администратор болып істеймін. Кімнің, қандай мекеме? Мекеменің. Бұл жердің барлығы мынау жұмыспен қамтудың үкі. Жоқ, сіз қандай мекеме? Сіз күзет па? Жоқ, күзет емес. Не, сіз қандай мекеме? Мен частный предприниматель мекемесі бұл. Енді частный предприниматель мекеме, енді бір бұндай мекемеге кірмеу үшін бұйрық болады аға. Жоқ, жекенікі бұл. Жоқ, жеке деген нәрсе жоқ. Онда бізге бұйрық беріңіз, бұйрық көрейік. Онда сіз жұмыспен бұл мемлекеттік мекемеме келдім. Иә, мекемеме келдім. Жұмыспен қамтудың орталығының басшысына мына видео әлеуметтік желіге салынады. Жұмыспен қамтудың басшысына кіресіз. Соған айтасыз. Мен неге біреудің басшығына кіруім керек? Сіз кімсіз маған анаған кіресің? Мен мына жерде мынау қызметкерлер өздерін таныстырмайды біріншіден. Не қыласың дейді. Неге таныстырмайды? Жоқ, алынбайды ол машина. Қазір мен видео түсіріп жатырмын, алынбайды ол. Жоқ, алынбайды ол. Мына кісілер маған бұйрықты әкелмегенше алынбайды. Көке, бұйрық алып келесіз ба? Бұйрық алып келесіз ба? Бұйрық бар ма, жоқ па? Жоқ, әкеліңіз бұйрықты. Бұйрықты әкеліңіз бұйрықты. Жоқ, өздерінің адамдар деген сол кім сонда? Жұмыстары бар ма өздерінің? Бұйрық, маған бұйрық керек, мына жерге кіруге болмайды, мен бұйрықпен танысуым керек. Жұмыспен қамту орталығының? Маған көке, бұйрық керек. Енді бұйрығы бар ма? Жүріңіз, бар. Кім жұмыспен қамту орталығы кім ол? Неменеге соншама халықтың бәрін запрещать етіп тастаған барлық жерге? Жүріңіз, инвалид. Бүкіл жерге инвалидный нені қойып тастапсыздар ғой знактарын? Бүкіл жер емес. Ол қаншалықты заңды ол? Положено екеу да? Екеу емес, ана жермен 3-4-еуін көрін. Жүріңіз қазір көрейік. Екеу. Көреміз, жүріңіз. Екеу ақ. Көреміз, жүріңіз, көреміз. Қаншалықты заңды екенін көрейік сіздер істеп жатқандарыңыз. Сонда не біз далада жүруіміз керек па, не біз?
тоқалдан туылдық па біз? Неге кіргізбейді мені мағышым? Бәрі өз алдына заң шығарбаған, өз елдің заңдары бар бәрінің. Aleyküm. Sabahsızlar. Mынау мәселелерді кіргізбеуге кім қарайтын еді? Нұрсұлтан ба еді? Нұрсұлтанның болған ғой. Менде ондай список жоқ. Енді қазір кімде ол? Енді мына жақтан келіп тұр да бізді кіргізбей жатыр деп. Сол бұйрығын көрсет деп жатыр. Кім жауапты оған негізі? Білмейді, ешкім ешнәрсе білмейді әйтеуір. Орынбасарлармен шешіп алыңыз. Кім? Ағасы, мен өйстіп жүруім керекпін ба? Неге шығарып, воротаға іліп қоймайсыздар соны? Қалай не ақыл дейсіз, аға? Бұл мемлекеттік мекеме ғой бұл. Сіз частныймын дейсіз. Ана күзетшілеріңіз өз жерін таныстырмайды ешқайсысы. Мынандай несі жоқ, аты жөндері, қандай охрана агентство екенін білмейсің оны. Неге олардың бәрі заңды бұзады? Бәрі әбден үйреніп қалған ғой, білгендерін жасап. Халықты біліп алғанда мінезі жуас екен. Ассалаумағалейкум. Есім Нақып Бақытжан болады. Кім есіміңіз? Бағдат. Кім боласыз бұл жерде? Замдиректор. Замдиректор. Бұл мемлекеттік мекеме ма? Қандай мекеме? Қандай мекеме? Жұмыспен қамту орталығы ол. Аудио видео жүргізіліп жатыр. Мемлекеттік мекеме, иә? Мына есіктің алдында бұйрық ештеңе жоқ. Не үшін кіруге болмайды деген. Күзетшілер өздерін таныстырмайды. Кім жауапты? Мен шешпеймін ғой. Жоқ, кім жауапты? Мұны білмеймін дейді. Анаға кісіге барсақ білмеймін дейді. Қалай шешеміз? Мен айттым бұл кісілерге, көке дедім. Мына жердің барлығы кім келеді, кім келмейді. Басқарма береді ғой. Біз өзіміз сияқты рұқсат аламыз кіруге. Жоқ, бұл кісілер бүйтіп айтады да маған. Мына кісі кіруге тыйым салады да, бірақ кім шешетінін білмеймін дейді да. Біз орталықпыз да, бізден бөлек екі управление бар мына еңбек инспекциясы бар, бөлек жұмыспен қамту басқармасы бар. Солардан барып сұрап көріңіз. Біз өзіміз солардан рұқсат аламыз кіруге. Біздің өзіміздің кіруіміз үшін. Хорошо? Сіздерге қандай рұқсат береді? Бағдат, баяғыда Нұрсұлтан қарайтын тұғын ғой? Нұрсұлтан маған қарамайды, ол управление ғой, жеке. Ол управление істейді. Нұрсұлтанға барыңыз, соны түсіндіріп айтсын. Кім управление бастығына кіру керек? Жоқ, бастығына емес, Нұрсұлтанға барсын да. Нұрсұлтан жоқ, жаңа кіріп шықты. Мамандары бар сол жерде, басшысы бар, орынбасары. Жаңа кіріп шықты. Жеке, орынбасары бар ғой. Управлениенің орынбасары бар, сол Нұрсұлтанның үстіне қарайтын. Мен ол жаққа бағынбаймын. Дұрыс па? Білмеймін. Мен шешпеймін оны список. Білмегенде бұл Өңкі осындай болып жатады да, мысалы үшін. Анау кіреді. Жеке, сізге список кім беріп отыр? Спискіні маған беріп жатқан жоқ. Ана жаққа беріп, кім беріп отыр? Нұрсұлтан берген. Мен соған барсашы, Жоқ қой ол жоқ. Мен бастығы бар ғой соның, заңдары бар ғой. Сабыржан бар, Көкжан бар. біз неге осылай жүремізге сарылып, салбақтап. Не бұл? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Кіруге бола ма екен? Есім Нақып Бақытжан болады. Мына аудио видео жүргізіліп жатыр қазір. Ай, көкем қайда кетіп қалды жаңағы? Мынау старший охрана ма ба, жаңағы Сарыбай деген кісі. Қасында жүрген еді. Мен мына жерге келдім. Сіз де жауап бересіздер ме мына воротаның алдына? Біз жауап бермейміз. Кім жауап береді? Біз арендада отырмыз. Бұл жерде бізден де бөлек мекемелер отырады. Дұрыс. Енді оған кім жауапты? Осы кісілердің зданиясы. Біз арендада Кімнің? Көке сіздің зданияңыз ба?
Неге бір-бірлеріңізді бұйрық шетейсіздер? сіздер шығарып жатырсыздар ғой. Кім кіру, кім кірмеу. Мен бұл кісіге айттым, көке дедім, мен мынау бір машина кіргенге шашым, есіктің бәрі тола машина дедім. Бұйрықты көрсет десем, бұйрық көрсете алмай тұр. Ана күзетшілерге өзіңді таныстыр десем, жоқ, бұйрық болады кез келген жерде. Не себепті кіруге болмайды туралы. Сіз заңмен Жоқ, сөйлегенде. тоқтаңыз, заңмен емес. Мен мынау халыққа қызмет көрсету орталығына келіп тұрмын. Халыққа қызмет көрсету орталық бұл емес. Бұл жерде еңбек инспекциясына келіп тұрмын. Вот Иә, еңбек инспекциясы Иә. отырады, біз отырамыз. Дұрыс. Астанада Енді жеке- есіктің алдындағы мәселе шешілу керек қой. Бұлар қаласа кіресін, қаласа кірмесін деген мәселе болмау керек қой. Ана жерге себебі жазылып тұру керек. Соны заңмен онда айтыңыз, қай жерде жазылған, кім кіру керек? Енді заңмен кіру керек емес, мына кісілерде бұйрық болу керек. Қандай Есіктің алдында. бұйрық? Өздерін таныстыру керек. Неге сіз основание аласыз соны? Мен сізге айтайын, өзіңіз таныстырыңызшы. Арапбай Мынау Сабыржан әлеуметтік желіге Әлімұлы, кетеді. иә, Мен сізге Шымкент еш қаласы кетейін. жұмыспен қамту басқармасы басшысының орынбасары болды. Аха, енді Енді- Сіз енді айтып жатсыз. мен сізге қазір мынаны есіктің алдында мәселені шешесіз ба, шешпейсіз ба? Мен шеше алмаймын ол мәселені. Шеше алмайтын болсаң неге сөйлеп тұрсыз? Сіз маған келіп тұрсыз ғой енді. Мынау кісі, сіз мына есіктің алдында мәселені шеше алмаймын деп сіз қандай заң сұрап тұрсыз менен? Мен сізге айтып отырмын, қай жерде жазылған? Қандай заң сұрап тұрсыз менен? Сіз айтып жатсыз ғой, бұйрық болу керек, заңға сәйкес деп Мен жатсыз. сізге Қандай заң? бұйрық көрсет дедім. Мен ана жер, мен сізді сіз мынаған тікелей қарамаймын деп тұрсыз ғой. Енді менен қандай заң сұрап тұрсыз? Енді сіз маған жүгініп тұрғаннан кейін мен сізге Мен айтып сізге отырмын. жүгініп тұрған жоқпын. Ол Мен қарамай- сізден талап етіп тұрмын. Мен Алтай. сіз жүгініп, сен адамды келген адамға Бәке, жүгінеді деп ойлап бәке. қалмасын. Талап етіп Мен тұрмын. талап Бір етіп мәселені сізге рұқсат бергіземінлер. Беру на свой риск. Рас бұлар ондай екен келесіде бірақ дұрыс жоқ қойыңыздар көке. Жоқ, рас. Жоқ, Жоқ. күзет деген нәрсе өзін таныстыру Жоқ, керек сіз келген сіз адамға. дұрыс түсініңіз. Бұл кісілер бізге список береді, қай машина кіру керек екен, сөйтіп сөйлге қойып қой. Спискісінде бар ма машина? Кіреді. Жоқ па? Жоқ. Сол ағаңына. Рас бұл кісілер мойындамай жатыр ғой. Рас мойындамай жатыр ғой. Көке сіз адаспай ақ қойыңыз. Көке халыққа кіретін орын жоқ. Толаны жердің. Рас. Толаны жердің бәрі. Мынау мемлекеттік мекеменің сұрақтары Мен шешілу сізге керек. рұқсат беремін. Сіз білмесеңіз араласпаңыз. Өзімнің мойныма алып. Әбден ана білгендерін істеп үйреніп қалған ғой бұлар ше. Ана халық келеді жуас та бәрі. Көніп. Не десең кезде маған рұқсат нағып Дұрыс қой енді көке екі ақырдан асыр да екеуі де тұр. жоқ нағып кіргізесіз дейді Екеуі де маған тұр да, екеуі де тұр. Екеуі де тұр. кіргіз Ашыңыз көке. инвалидтің орнына қоймаңыз. Көке тураға қоям, тураға. Иә, елің білеге. Міне осылай айқай шумен кірдік міне. Бар бастықтарына жолықтық, іздедік, ешқайсысын таппадық. Айқай шумен кірдік осылай.